Баршаңызға бүгін 9 сыныптың 3 тоқсанға арналған бақылау жұмыстарын талдап өтеміз. Сұрақтарға мән беріңіздер. Ең алғашқы сұрақ. Хлор атомының электрондық конфигурациясын жазыңыз. Мына кестенің ішіне толығымен жазып кеттім. Дәл осылай жазып алсаңыздар болады. Галогендерге тән кристалдық тор түрі мен химиялық байланыс типін көрсетіңіз. Сіздерге нұсқалар берілген. Бұл жерде дұрыс жауабы Б және Ф болады. Ковалентті полюссіз байланыс және молекулалық кристалдық тор. Екінші сұрақ. Топта галогендер қасиеттерінің өзгеру заңдылығын болжаңыз. Сіздерге бірқатар берілген фтор, хлор, бром, йод деген және тотықсыздандырғыш қасиетінің өзгеруі, электротерістілігінің өзгеруі, агрегаттық күйі. Дәл осы қатарда тотықсыздандырғыш қасиеті артады, электротерістілігі кемейді және агрегаттық күйі бұл газ, сұйық және қатты деп 3 түрі болады. Үшінші сұрақ. 16-шы топ элементтері мен қасиеттерін сәйкестендіріңіз. Сіздерге берілген оттегі теллур, бір минут. Мен алдын ала бұны жасап кеттім, не астында жазылып тұр. Сіздер оны былай белгісеңіздер де болады. Оттегі бізде типтік бейметалл. Теллур бізде Д болып тұр. Металдық жылтыры бар. Халькогендердің атомдық нөмірі өскен сайын электротерістілігі кемейді. 3А. Және топ бойынша ядро заряды артқан сайын металдық қасиет бізде артады. Б. Ой, өтіп кетті. Міне. Кеттік ары қарай. Күкірттің аллотропиялық түр өзгерістерінің физикалық қасиеттері тұрғысынан берілген кестені толтырыңыз. Кристалдық күкірт, пластикалық күкірт деп 2 аллотропиялық түр өзгерісін жазамыз. Кристалдық күкірттің құрылымы S8 циклдік молекула болады және оның физикалық қасиеттері сары түсті деп белгілеп кетіңіздер. Пластикалық күкіртте бұл күкірт атомдарының шексіз тізбегі деп құрылымын солай жазып кетеміз және физикалық қасиеті резеңке тәрізді деп кестені толтырып кеттік. Осылай көшіріп алыңыздар. Төмендегі айналымдарды іске асыруға мүмкін болатын реакция теңдеулерін жазыңыз. Берілген цепочкада мен сіздерге мына кестенің ішіне жазып кеттім. Осы жерден жазып алсаңыздар болады. 5-ші сұрақ. Күкірт қышқылының химиялық өнеркәсіптің наны деп айтады. Себебі оның қатысында көптеген химиялық процестер жүреді. Ол суда жақсы ериді. Сұрақ. Қышқылдың ерітіндідегі лакмустың түсі бізде қызыл түсті болады. Күкірт қышқылы мен калий гидроксидінің әрекеттесу реакциясын жазыңыз. Реакция түрін жазып кеттім, теңестіріп кеттік. Дәл осылай жазып алсаңыздар болады. Келесі сұрақ. Көлемі 22,4 литр қалыпты жағдайда сутек броммен әрекеттескенде 30 литр бром сутек қалыпты жағдайда алынды. Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы өнімнің практикалық шығымын есептеңіз. Ең алдымен біз реакция жазып өтеміз. Одан кейін қалыпты жағдайда есептейтін боламыз. X деп біз H бромды, бром сутекті алып отырмыз. Соның қанша литр болғанын жалпылама есептеп кететін боламыз. Соған орай біз шығымын алып аламыз. Мына кестеде жазып кеттім толық нұсқасын. Келесі аммиактың молекулалық формуласын жазыңыз. NH3-тің формуласы дәл осылай жазылады. NH3.
аммиактың алынуы мен қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулеріндегі бос орындарды толтырыңыз. Сіздерге реакциялар берілген және алынған, мысалы бірінші реакцияға мен натрий OH-ты қостым. Бұл жерде NH3 бөлініп шығады. Бұл жерде связь бөлінеді былайынан. Натрий хлорды ығыстырып алады өзіне және су бөлініп шығады. Ал екінші реакцияда сіздерге бұл реакция соединение бірін барлығын қосып алады. Азоттан азот қышқылының алыну тізбегін құрастырыңыз. Азоттан азот қышқылы міне дәл осы тізбек бойынша алынады екен. Азот қышқылының кальций оксидімен әрекеттесу теңдеуін жазыңыз. Міне азот қышқылы, кальций оксиді оксид деген білесіздер. Мен екі элементтен тұратын біреуі міндетті түрде кислород болып келеді. Дәл бұл жерде NO3 пен H ортада связь бөлінеді. NO3-ті кальций ығыстырып алады, су бөлініп шығады. 11-ші сұрақ. Аммиак және фосфор қышқылының әрекеттестіріп аммоний гидрофосфаты тыңайтқышын алуға болады. Осы реакция үшін химиялық теңдеуді жазыңыз. Осы тыңайтқыштың құрамындағы өсімдіктерге қажет қоректік элементтерді атаңыз. Реакция теңдеуін жазып өтсек, аммиак пен фосфор қышқылы NH3H3PO4 бұл да реакция соединение болып қосып алады екен, аммоний гидрофосфаты түзіледі. Қоректік зат бізде азот және фосфор болады. Келесі, төмендегі кестеге мектеп жасындағы оқушыға қажетті қоректік заттар мен олардың маңызын көрсетіңіз. Қоректік заттар деп біз ақуыздар мен көмірсуларды алдым. Ақуыздар ағзаның құрылыс материалы деп белгілеп кетейік, ал көмірсулар энергия көзі. Бұл мектеп жасында оқушыға қажетті, жалпы адам баласына қажетті қоректік заттар. Берілген кестеге химиялық элемент пен оның адам ағзасындағы рөлін жазыңыз. Темір мен кальций берілген. Темір бізде қанда гемоглобин құрамына кіреді, ал кальций бұл сүйек пен тістің құрамына кіреді. Және жаңағы сүйектің барлық жұмыстарына, оның маңыздылығына өте үлкен жауапкершілікпен қарайтын кальций болады. Осымен біздің 9-шы сыныпқа арналған 3-ші тоқсанды қорытындылап кеттік. Сіздермен бірге болған химия онлайн арнасы. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар, лайк басып, подписаться етіп, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Назерке Әлбекқызы, қош сау болыңыздар.